Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатырған дайындалуы өте оңай ореховый пирог дайындаймыз. Алдымен ұнымыздың үстіне жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май, секер және разрыхлителімізді салып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын болған қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай қолымызға жабыспауы қажет. Енді қамырымызды формамыздың ішіне салып жайып шығамыз. Менде форма диаметрі 24, қаласаңыздар 26-лық формада пісірсеңіздер де болады. Енді үстіне грех жаңғағын және изюм саламыз. Өз қалауларыңызша фисташковый орех, фундук, арахис немесе миндаль салсаңыздар да болады. Енді орехтеріміздің үстіне сгущенка құямыз. Міндетті түрде сапалы сгущенка пайдаланыңыздар. Яғни дәл видеода көрсетілгендей три желания сгущенкасын немесе деп сгущенкасын қоссаңыздар болады. Басқа арзан сгущенка пешімізге салғанда ағып, күйіп кетуі мүмкін. Пирогымызды 180 градус қызып тұрған пешімізде шамамен 20-25 минут аралығында пісіріп, салмасы қату үшін холодильникке бір түнге салып қоямыз. Біздің ореховый пирогымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.